Орталық аудандық кітапхана сіздерге «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы бойынша Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романын оқимыз атты бейнедайджесін ұсынады. Жазушы Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесі Шәуешек ауданы Тарбағатай аймағының Малдыбай ауылында дүниеге келген. 1965 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірген. Алғашқы туындылары Шыңжаң өлкесінен шығатын Шыңжаң газеті мен Шұғыла журналдарында жарияланған. 1967 жылы «Жас дәурен» деген атпен тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көреді. Мұнан кейін жазушы қаламынан әр жылдары туған қаздар қайтып барады. Сары жайлау, Шарайна, Сайгүліктер сияқты әңгіме және повестердің жинақтары баспа бетін көрді. Жазушы Қабдеш Жұмаділов өз көзімен көрген, өзі басынан өткерген тарихты арқау еткен «Соңғы көш» роман дилогиясының авторы. Бұл романда қазақ халқының 20 ғасырдағы тағдыр талайы шынайылықпен, шеберлікпен өрнектелген. Қаламгердің тарихи оқиғаларды және бүгінгі күн шындығын арқау еткен «Көкейкесті», «Атамекен», «Тағдыр» романдары қалың оқырманның сүйіспеншілігіне бөленді. Қабдеш Жұмаділов 19 ғасырдың соңғы кезеңіндегі шекара бөлінісін арқау еткен «Тағдыр» романы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын иемденді. Жұмаділовтың көпшілікке кеңінен таныс «Тағдыр» романы Шығыс Түркістандағы қазақ тарихи негізінде жазылған тарихи роман. Бұл романда жазушы Қытайдағы 2000 жылдан аса уақыт өмір сүрген монархиялық патшалық өкіметінің 1911 жылға дейінгі тарихи жағдайларына байланысты қазақтардың өмірін, күресін қайраткер тұлға Демежан арқылы көрсетеді. Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романы қазақ халқы басынан кешірген ауыр бір кезең, екі империяның Алаштың ата қоңысы болған сайын даланы екіге бөліп, шекара сызығын жүргізген кезеңінен арқау еткен. Романда алуан мінезді, алуан тағдырлы кейіпкерлер характері сомдалып, болмысы ашылады. Романдағы басты оқиға орыс пен Қытай арасындағы шекара бөлінісі болса, оның сыртында қазақтың көшпенді өмірі, отырықшы өмірге үйрену, қытайлықтардың қамал құрған тұрғызулары секілді тарихи маңызы зор оқиғаларда орын алған. Жазушы шығармашылығынан қазақ өмірінің салт-дәстүр, әдет-ғұрпының алар орны мол. Сондай-ақ роман мазмұнын ашып, авторлық идеяны жеткізуде бұл баяндаулардың алар орнында айтулы болмақ. Қабдеш Жұмаділов романдары күшті характермен, сюжеттік композициялық бітіммен дараланады.